Ассалаумағалейкум, армағазақ арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан есімі жаңалықтарды алғашқыларға қатарында білгіңіз келсе арнады медиаға бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Алдағы күш күнде Астана мен Алматыда ауа райы қалай болады? 18-19-20 наурызға арналған ауа райы болжамы. Синоптиктер Астана мен Алматы қалаларында 18-19-20 наурызына арналған ауа райы болжамын айтты деп хабарлайды Бақтушка.кз тілшісі. Астанадағы ауа райы болжамы 18 наурыз күн құбылмалы, бұлтты болады, жауын-шашын күтіледі, түнде және таңертең жел тұман түседі. Жолдағы көктайғақ болады. Батыс Қазақстан және батыстан солтүстікке жел екпіні 2-7 метр секундқа дейін жетеді. Ауа температурасы -7, -9 градус, күндіз болса +3-+5 градусқа дейін жетеді. 19 наурызға арналған ауа райы болжамы күн бұлтты, жауын-шашынсыз, солтүстік батыстан 2,7 жел соғады. Ауа температурасы түнде -7, -5 градус, күндіз болса +3-+7 градусқа дейін болуы мүмкін. Алматы және де 20 наурыз күні ауа райы болжамы күн құбылмалы, бұлт жауын-шашынсыз, оңтүстік батыстан жел екпіні 0,5 метр секундқа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -2, -4 градус, күндіз +5-+7 градус болады. Алматыдағы ауа райы болжамы 18 наурыз күні күн құбылмалы болады, жауын-шашын күтілмейді, түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік батыстан 3-8 метр секунд жел соғады. Ауа температурасы түнде +1-+3 градус, күндіз болса +11-+13 градусқа дейін болады. 19 наурыз күн құбылмалы, бұлтты, жауын-шашынсыз, түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстік шығыстан 3-8 метр секунд жел соғады. Ауа температурасы түнде +2-+4, күндіз 15-13 градусқа дейін болады. Сонымен қоса 20 наурыз күні күн құбылмалы, бұлтты, жауын-шашынсыз, солтүстік шығыстан жел екпіні 3-8 метр секунд. Ауа температурасы +3-+5 градус, күндіз болса +14-16 градус болады. Есе салайық, бұған дейін ауа температурасына наурыздар синоптиктер ауа райының қандай болатынын хабарлаған еді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.